Сәлем баршаңызға. Бүгін біз жүгеріні базардағыдай дәмді, жұмсақ етіп дайындауды үйренеміз. Менімен бірге болыңыздар. Жүгерілеріміз сиятында үлгенде ыдыс алып, мұздай су құямыз. Үстінен жүгерілерімізді салып, бір аз қасық шекер қосамыз. Газға қойып, қайнаған соң астын жай басып, 15-20 минут қайнатамыз. Мен 15 минут қайнатып алдым. Піскен жүгерімізді тарелкаға салып, ыстықтай жесеңіз өте дәмді болады. Тұзын сеуіп, ыстық болса, шпажканы екі жағынан салып, дәл видеодағыдай жесеңіздер болады. Лайфхак. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.